Баршаға сәлем, жаңа жылға дайындық. Ең алдымен күйеуіммен магазинге барып келдік, сосын анау-мынауларды пісіріп бастадым осылай. Одан манты жасаймыз кешкеге, соның қамырын алдын ала жұмыртқа қосып, тұзын көбірек қосып, салқын суға осылай дайындап қойдым. Сосын бауырсақпен нанға қамыр ашыттым. Осылай маргаринді ертіп қоссаңыздар, қамыр жұмсақ болады. Сосын әрине жаңа жылдың сәнін келтіретін ол оливья салаты ғой. Оны да жасап қойдым майонезін қоспай, сосын тәттілерімді пісірдім. Содан кейін күйеуім маған осындай беспроводной зарядник алып берді жаңа жылға. Балаларға осындай набор ойыншық алып бердім, ұлдарға. Енеме осындай косметичка алып бердім. Жаңа жылдық сыйлықтары таратылып басталды уже. Сосын кешкісін жаңа жылдан бұрын 12-ден төркінге барып кіріп шығамыз деп келдік. Дастархан дайындап қойыпты. Жаңа жылдық сыйлықты таратып бастадым. Сіңліме осындай отыратын орындық, мамаға енемдікіндей косметичка, жеңгеме пенка мен маска, сестрама пендододан алдыртқан күшті осындай пижама, өзіме де алғым келіп қызығып жүргем. Сосын сіңілдеріме осындай резинка, набор. Астанадан келген ағама да секретный сыйлық сыйладым. Не деп ойлайсыздар ішінде? Сосын қалған балаларға осындай пакет толған тәттілер бердім. Видеоның жалғасы бар. Біз 4 күн тойладық қой жаңа жылды.